Адам деген бір жалаңаш нәрсе. Мінез, ақыл, сөз, киім есепті. Осылар көркем болса, жұрт көзіне сүйкімді, көрікті көрінеді. Егер мінезі жаман болса, ақылы жоқ болса, сөз ретін білмесе, киімі жаман есепті. Жұрт көзіне сүйкімсіз, жексұрын. Олай болса әркім мінезді түзетуді, ақыл не нәрсе соны тануды, сөз деген не нәрсе соны білуді, тіршіліктегі керек нәрсенің ең алды екен деп біліп соңына түсуі керек. Ақыл деген бір нұр жарық. Бұл өзі Құдайдың беруімен болады. Не болмаса, ісі ілгері басқандарды көріп, солардың қылғанын қылуға тырысса, көтінен кейін кері кеткендердің қылығын қылмасқа тырысса, осындай тәжірибемен де табылады. Бұрынғының жақсылары айтқан, ақылды өзің білмесең, сатып ал деп. Ақылды, ғылымды Алла тағала адамзатқа қиған, басқа мақлұққа қимаған. Ақылдың қаралдысы жалғыз тарыдай болады. Бұл бір тары ең азы. Бір пұт ақылы бар жан болады, одан да көп бола береді. Бір тарыдай ғана ақыл біреуде бола қалса, ол ақыл иесін қорлыққа бермей, таза сақтауға жарайды. Біреуге біреу ұрысқанда, осы шіркіннің тарыдай ақылы жоқ деп ұрсады. Малайлыққа, лас жұмыста жүргендердің тарыдай ақылы жоқтығынан. Тарыдай ақылы болса, есебін тауып, малайлықтан, лас жұмыстан кетіп, басқа бір кәсіпке кірісіп кетер еді ғой.